Құрметті ханымдар, мен өзім әжемнен үйренгеннен кейін тоқыманы кітаптан үйренген жоқпын, сондықтан менде көп әдіс кәдімгі әжемнен үйренген әдістер. Мынау сол жақтағы жіпті мен ұзындау қалдырам, кішкене бір жарты метр, 1 метр қалдырсаңыз болады. Қалса ертең тігіске кетеді, кейін ертең деп. Енді наборды қалай жасаймын? Мен кәдімгі екі бізбен, екі спицияны алам. Мен қолыма қараңыздар, мына жіп, міне жаңағы қалдырған жіп мына жақта болады, сол жақта. Соны мынау сол қолын бас бармағына ілем, және сұқ саусаққа ілем. Мынау нелермен қалған үш саусақпен қысам. Енді мына екі спицияны астына кіргізіп, былай тартамыз. Енді мына жақтан мына бас бармақтағы, қараңыздар. Осы жақтан, сол жақтан оңға қарай іліп аламыз. Енді екінші жіпті іліп аламыз да, былай шығарамыз. Тартамыз. Болды. Мына жерде бізде қазір екі ілгек пайда болды. Екі ілмек пайда болды, екі петля. Осылай 50 ілмек теріп аламыз. Мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Енді мән беріңіздер. Менде мына жердің бәрі тығыз болып тұр. Мен былай алған кезде 41-ден ма жаңа? Шатасып кеттім. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 42 екен. Қараңыздар, мен былай алған кезде былай тартамын жіпті. Қатты тартпаймын енді. Кішкене тартам да. Бірдей болады жіптер. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Сіздер ютубтан көргеннен кейін өздеріңіз настройка жасап, тоқтатып, пауза жасап, немесе жылдамдатып, өткізіп жіберіп, баяулатып көрсеңіздер болады. Енді мына жіп қалды ғой менде. Мен осылай жинап, маған кедергі жасамас үшін, мен бәрін тек қана өзімнің әдісім айтып жатыр. Мен басқа жақта басқа да шеберлер басқаша жасайтын шығар. Мен қалай жасасам, соны түсіндіремін, үйретемін. Осылай байлап қоям, болып бір шетінде тұрады. Енді мына осылай бұрып, оңғаратып аламын. Әліні қапты кешіріңіз еді, үйреткенде еді болды. Мына жіптерін үйреніп қалған, ешнәрсе алмайды. Мынаны бет аламыз, суырып бір жіпті, екіншісі қалады. Енді мынаны суырып тастаймыз, ары қарай тастаймыз, чтобы немес шалам. Енді былай, әркім арқалай тоқиды. Ютубта, интернетте көрсеңіздер, әдістерде көп. Мен ең бірінші петляны негізі тоқымай іліп аламын. Ең бірінші ілмекті тоқымай іліп аламын. Бірінші қатарда негізі тоқып алған дұрыс оны. Ең бірінші тоққанда теріс қып немесе оң қып тоқып аласың. Мен қазір теріс қып тоқыдым. Енді мына жақта 2-2 деген резинка керек маған. Мен енді есептеп қойған, білемін өзім. Сол үшін мен қазір былай жасаймын. Ең біріншісін мен теріс қып алам. Одан кейін 2 оң, 2 теріс. Енді қараңыздар менің тоқымама. Егер де сіз тоқыманы мүлдем білмейтін болсаңыздар, онда оң дегенді қалай аламыз? Мына жіптер ғой. Енді бұның әдістері, екі түрлі әдісі бар. Классикалық әдіс дейді, және әжеміздің әдісі дейді. Мен енді әжемнің әдісімен тоқимын, бірақ мына бірінші қатарды классикалық әдіспен тоқимыз. Классикалық әдісте мынау сым, мынау оң жақтағы сым, сол жақтан, мына жіп жоғары сымның үстінде тұрады, сол жақтағы сымның үстінде тұрады, және былай,
солдан дейма, солдан оңға қарай. Осылай кіргізіледі. Үстінен барып кіргізіледі. Енді терісті де мен кәдімгі әжеміздің әдісімен аламын. Кәдімгі мына жіп менде тұрады сымның үстінде былай. Астынан кіргіземін да. Қараңыздар, астынан кіргіздім. Мынау былай қарай кетті жіп, мына жақтан іліп алдым. Маған осылай ыңғайлы. Мен осылай үйреніп қалған, мен жылдар болып осылай тоқимын. Бірақ бұның басқа классикалық деген әдісі бар, тағы да. Ол классикалық әдісте, келесі жолы көрсетейін. Қазір классикалық әдісті ұмытып тұр. Мен өзім әдісімен көрсете беремін. Қараңыздар. Астынан кіргіземіз. Осылай. Кіргіземіз осылай. Арнайы сізге классикалық әдісті тағы есіме түсіндіріп берермін. Енді мына ілмектер бірінші тоққан кезде мен өзімде солай болған, сізде де солай болуы мүмкін. Тығыз болып, қатып қалып жылжымай қалуы мүмкін да. Енді егер де ондай болатын болса, сіз бірденен резинка бастамайсыз. Кішкентай бір 15 петля теріп аласыз өзіңізге. Сөйтіп бірінші тоқып жаттығасыз. Бірінші оң тоқуды үйренесіз. Одан кейін резинка тоқуды үйренесіз. Содан кейін барып неге бұйымға кірісесіз. Егер де сіз тоқып жүрген болсаңыз, онда қиындық ештеңе жоқ. Осылай 2-2 қылып, мына жерде мен 12 қатар жүрдім. Онда сізге бәрі түсінікті. 12 қатар 2-2 резинка тоқимыз.